Кайырлы күн достар, бүгін өте дәмді айсберг қосылған жылы салат дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып все деп таңдап қойыңыздар, жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Алдымен сиыр етін осылай тураймыз. Оған тұз, паприка қосамыз. Мен осындай грильге арналған дәмдеуіш қостым, бірақ бұл міндетті емес. Оған жөгер крахмалын қосып, күнбағыс майындағы ұсақталған сарымсақты қосамыз. Соя тұздығын құйып, жақсылап араластырамыз. Маринадқа 20-30 минутқа қалдырамыз. Табаға сұйық май құйып, қызған табаға маринадталған етімізді саламыз. Піскенше осылай қуырамыз. Жас малдың еті тезірек піседі, оны да ескергендерің жөн. Етіміз пісіп қалдау деген кезде суға крахмалды қосып араластырып құйып жібереміз. Бұл етімізге қоюлық береді. Етімізге әдемі қоңыр түс беру үшін соя тұздығын құямыз. 30-40 секундтай араластырып, майы жоқ қылып, осылай тәрелкемізге қоямыз. Енді салатқа қосатын гүлді орам жапырақты қайнатамыз. Ол үшін қайнаған суға тұз, лимон шырынын қосып, гүлді орам жапырақты салып, 2-3 минуттай уақыт қайнатып аламыз. Және суын сорықтырып, біз суытамыз. Гүлді орам жапырақтан кейін барып брокколиді салып, оны да 2-3 минуттай қайнатып аламыз. Оның да суын сорықтырып, суытамыз. Енді біз салатқа қосатын брокколиді панировкаға аунатып қуырамыз. Жұмыртқаға тұз қосып, үстіне ұн қосамыз. 20% кілегей қосамыз оның үстіне. Жақсылап араластырамыз. Біздегі масса тым қою, немесе тым сұйық болмау керек. Блиннердің қамыры сияқты болғаны жөн. Мінекей біздің кілярымыз дайын. Піскен брокколи мен гүлді қырыққабатты осылай кіларға малып, сілкілеп, панировкаға аунатамыз. Қуырмас бұрын бәрін осылай панировкаға аунатып аламыз. Брокколиларды кіларға аунатпас бұрын суын сорықтырып кептіріп аламыз. Және суыған болуы керек. Бұл салатта осы брокколиларды панировкаға аунатпай-ақ, суға қайнатып-ақ салатқа қоса берсеңіздер болады. Бірақ панировкаға аунатсаңыздар өте дәмді болып шығады. Қызып тұрған сұйық майға панировкаға аунатылған брокколи мен гүлді қырыққабатты салып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Май қызып тұрған болу керек, және оттың асты тым қатты болмау керек, әйтпесе брокколилар күйіп кетеді. Енді салатқа қосатын тұздықты дайындаймыз. 25% қаймаққа немесе үй қаймағына ұсақталған сарымсақ, тұз, түйіршіктелген қыша, лимонның шырынын қосып араластырамыз. Тоңазытқыштан шыққан салқын айсбергті пышақпен турамаймыз, осылай қолмен үзіп ыдысымызға саламыз. Қонаққа ұсынатын болсаңыздар, бұл салатты айсбергті осылай қонақ жақындаған кезде қосқандарыңыз дұрыс, әйтпесе айсберг басылып қалады. Черри қызанағын ортасынан екіге бөліп қосамыз. Ақ желкен, яғни петрушканы осылай үзіп қосамыз. Дайындаған тұздығымызды үстіне қосып, салатты араластырамыз. Қатты мыжбай, салатты басып алмай араластырамыз. Етті негізі осылай ыстықтай қойғандарыңыз дұрыс тәрелкеге. Салатты үстіне қоямыз. Еттері көрініп тұру керек осылай шетінде. Егер сіздер брокколиді панировкаға аунатпайтын болсаңыздар, онда салаттың арасына қосып жіберсеңіздер болады. Панировкаға аунатқандан соң мен осылай бетіне қойып шықтым. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.